Сәлеметсің бе балақай? Бүгінгі тақырып нан дастарханға қалай келеді? Балақай, суретке қарашы. Көктем мезгілінде адамдар тракторлармен жерді жыртады. Жерге бидай дәнін себеді. Диқаншылар жаз бойы егілген дәндерді суарып күтіп баптайды. Күз болғанда жайқалып бидай өсіп шығады. Өсіп шыққан бидайды комбайншылар орып машинаға салып береді. Көліктер оны элеваторға тасиды. Элеваторда бидайды жылдап сақтауға болады. Қажет бидайды диірменге апарып, одан ұн жасап шығарады. Дайын болған ұннан наубайханаларда түрлі нан өнімдерін шығарады. Міне балақай, біздің дастарханымызға нан осындай көп еңбектің арқасында келеді екен. Мына суретке қарашы, ұннан жасалынған тағам түрлері бар екен. Шелпек, бауырсақ, жент. Балақай, нан ас атасы. Нан қасиетті ас. Оны жерге тастамайды, үстінен аттамайды. Енді балақай, суретке қарашы. Берілген суреттің ішінен нан өнімдеріне жатпайтын тағам түрлерін шығарып көрсет. Сонымен қатар, нан туралы мақал-мәтелдер бар екен. Ас атасы нан, нан тіршілік көзі, нан бар жерде, әнде бар. Ырым тыйымдар да бар. Нанды төңкеріп тастама, нанды бір қолмен үзбе, нанды баспа. Ал енді балақай, сергіту сәтін жасайық. Көктемде жерді жыртамыз, тегістейміз тырмалап, дәндерді оған егеміз, жайқалып егін шықсын деп, күз болғанда орамыз, нанға біздер тоямыз. Балақай, суретке қарашы. Бірінші тапсырмадағы суретті әңгімеле. Екінші тапсырмада нан қандай болады? Ойлан. Балақай, мына суретке қарап, қандай ертегі есіңе түсіп тұр? Жарайсың. Енді жұмбақ жасырамын. Ұзын мұртты сарылар, мойнында дәні бар. Ол не? Жауабын тауып, суретін сал. Жарайсың, өте жақсы. Сау бол.